Достар, қайырлы күн. Сіздермен бүгін осындай сосиски в тесте на шпажках әзірлейміз. Сіздерге ол үшін көріп тұрғандарыңыздай сосиски бір пачка жетеді. Дайын слоеный қамырдың жарты бөлігі, оның жаю үшін осындай бамбуковые шпажки қажет болады. Ал енді осы заттардан сосиски в тесте әзірлейік. Алдымен нанды тегіс етіп жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаңыздар. Тура осы видеодағындай жаясыздар. Міне. Ал енді сосискиді алып, ұзындығымен қамырды өлшеп аламыз. Сол өлшем бойынша қамырды кесіп, сосискиді қамырмен ораймыз. Тығыз болу керек, қамырмен сосиски бір-біріне жабысып тұрғаны дұрыс. Енді оралған шекарасынан, міне, қараңыздар, ішінде сосиски осылай тұру керек. Кесеміз, және де кесілген жерін бір-бірімен жалғастырамыз. Бір домалатып алғандарыңыз дұрыс, жаңағы жабыстырған жер түйін боп тұрмасын. Міне, ішінде сосиски осылай тұрады. Барлық қамырдан осылай міне жасап аламыз. Міне, тура көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Ал енді осы сосискилерді әрқайсысын 8 бөлікке бөліп шығамыз. Міне, тура осылай. 8 бөлік. Барлық қамырды сосискимен түгел осылай бөлгеннен кейін, міне шпажкаға ақырындап кіргіземіз, тура ортасынан. Көбінесе жаңа қамырларды жалғастырған жерден кіргізгендеріңіз дұрыс. Арасы кішкене ашық болу керек, майға түскенде үлкейеді, сол үшін. Міне, дайын, тура осылай барлық қамырды кесіп, өткізіп шығасыздар. Міне дайын. Қараңыздаршы, бір пачка сосискимен жарты теста ғана, бірақ осыншама көп шығады, достар. 40-тан астам шығады. Ал енді осы сосискилерді, достар, қуыруға кірісейік. Қызып тұрған табадағы майға сосискилерді біртіндеп, ақырындап саламыз. Осы жерде, достар, арасын бір-бірінен ашық қылып салыңыздар. Өйткені бұл майға түскенде қамыр мен сосиски үлкейеді, сол кезде аудару қиын болып кетеді. Және де майға салғаннан кейін орындарынан кішкене қозғалтып алыңыздар, түбі жабыспасын. Тура осы видеодағындай аударып пісіресіздер. Міне, тура видеодағыдай қуырып аласыздар. Бәрін уақытылы аударып отырыңыздар, күйдіріп алмаңыздар, өйткені бұл тез піседі. Дайын болған сосиски в тестелерді бірден сүзіп аласыздар. Бұл холодный закуска ретінде де, самса, чебуректермен де дастарханға қоюға болады. Міне, достар, барлығы дайын болды. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Иісі деген аңқып тұр, жасап көріңіздер, әсіресе балалардың ең сүйікті асы болады. Дәмі, достар, өте әдемі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Ас болсын!